Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге алдымен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Тойгүл Қайратқызы, 10 жылдық тәжірибелі педагогпын. Сондай-ақ кәсіби проферонтолог, грант аналитикпін. Оқушылармен грант аналитика бойынша жұмыс жасап келе жатқан жайым бар. Және де сондай-ақ профоронтация орталығы проф академияның мүшесімін. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тегін сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сіздермен грант аналитикадағы фишкалар, төрт таңдауды дұрыс жасаудың жолдары, гранттар, квоталар, олардың түрлерімен танысатын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен сіздерге өзімді таныстырып өтейін. Бүгінгі сабақта біз қандай тақырыптарға тоқталатын боламыз? Төрт таңдау, оның ережелері, түрлі грант, яғни гранттың түрлері, жаңа айтып өткендей квотаның түрлері, шекті балдар сияқты осындай тақырыптармен сіздерді таныстырып өтетін боламын. Ал енді оқушы студенттік өмірге қадам басу үшін, яғни студент атану үшін қандай қадамдармен жүріп өтеді? Қазір кейбір оқушылар екінші ОБТ-сын тапсыруға дайындалып жатқан болуы мүмкін, біріншісін тапсырып жатқандар да мүмкін, немесе екеуін де тапсырып қойғандары да болуы мүмкін. Екі нағыз ОБТ-ны тапсырып болғаннан кейін оқушы шығармашылық емтиханын тапсырады. Шығармашылық бойынша. Және де психотест арнаулы емтихан бұл. Бұл емтиханды 20 маусымнан бастап тапсырады, және де одан кейін грант конкурсына қатысады. Грант конкурсына осы ОБТ-ның сертификатын апарады, және де төрт таңдауы бойынша, төрт университет, төрт мамандық бойынша өзінің арнайы кестесін алып барады. Грант конкурсы өздеріңіз білетіндей 13-20 шілде аралығында өтеді. Одан кейін грант нәтижесі. Грант нәтижесі ол бізде 10 тамызға дейін шығады, гранттардың нәтижесі. Ал мына жерде жаңа айтып өткен психотест ол 20 маусымнан басталады, жаңа айтып өттім. Одан кейін құжаттарымызды өткізу, грант конкурсына қатысып болғаннан кейін, грант нәтижесі шыққаннан кейін бізде нақты оқушы грантқа түсті деген сіздер жауап алғаннан кейін құжаттарымызды біз қашан өткіземіз? 25 тамызға дейін, яғни соңғы күн 25 тамыз сағат кешкі 18:00-ге дейін тапсырып үлгеру керек. Бұл жерде платныйға тапсыратындарда, грантқа түсетіндерде, грантқа түскендерде платный оқу үшін де осы датада, яғни 20 тамыз соңғы күн. Осы уақытта тапсырып үлгеру қажет, сол уақытқа дейін. Әрбір қазақтың баласы грантпен оқып, мемлекеттің берген осы мүмкіндігін пайдаланып қалсын, және де үлгеріп қалсын, грантпен оқысын деген ниетпен сіздерге осы ақпараттарды айтып пайдалы болады деген ойдамын. Жаңа айтып өткендей, психотест арнаулы емтихан дегеніміз не? Арнаулы емтиханды осы жерде көрсетілген именно педагогикалық және медициналық мамандық таңдағандар тапсырады. Тіпті 140 балл алса да, бұны тапсыру міндетті. Балын жоғары жинап тұрып, егер осы емтиханды тапсырмайтын болса, арнаулы емтиханды тапсырмайтын болса, грантқа түсе алмайды оқушы. Сондықтан бұл емтиханды да тапсыруды ескеріңіздер. Осы емтихан үшін грантсыз қалмасын. Ал енді грант конкурсына өтініш беру үшін бізде қандай құжаттар қажет? Осыған мән беріңіздер. Кейбір моменттер болады, бір құжаты түгел болмай, грантсыз қалып қоятын оқушылар да болады. Яғни бұл жерде бізде жеке куәліктің оригинал және копиясы керек, ОБТ сертификатының оригинал және копиясы керек оның да, және де 3 көлемдегі фотоның 10 штугын, яғни 10 данасын дайындап апарыңыздар. Одан кейін орта білім туралы аттестаттың да копиясы және оригиналын алып барасыздар. Ал соңғысы бізде бұл жеңілдетілген санат бойынша бұл квоталарыңыз, түрлі квоталар бар, жетім бойынша, мүгедектік, немесе толық емес отбасы, көпбалалы сияқты осындай құжаттарыңыз, сол құжаттарыңыздың көшірмесінде ала баруды ұмытпаңыздар. Тағы да қандай құжаттар қажет болады? Ол құжаттардың барлығын осы квота бойынша мен Telegram каналға салып қоятын боламын. Сол жақтан да қарап, тағы нақтылап өздеріңізбен ала барыңыздар. Одан кейін шекті балдар. Шекті балдардың түрлері, бұл жерде бізде мемлекет бекіткен арнайы шекті балдар болады, университеттің өзінің бекіткен шекті балы болады, пәндердегі шекті бал болады, және де ақылы оқу үшін де шекті бал болады. Ал конкурсқа қатысу шекті балы басқа, ал грантқа өту шекті балы басқа. Оқушы дайындалатын 5 пән, яғни 2 бейіндік пәні, және де Қазақстан тарихтан 5 балдан кем болмау қажет. Ал оқу сауаттылығы мен мат сауаттылықтан бізде 3 балдан кем жинамау керек. Егер осы шекті балдан 1 балға жетпейтіндей төмен болып қалса, онда ол сертификаты жарамсыз болады. Және осы жерде міне бұл мемлекет бекіткен шекті балдар медицинаны таңдайтын болса, 70 балдан жоғары жинау қажет болады. Яғни 69 жинап қалса, ол медицинаға, ақылыға да тапсыра алмайды. Құқық педагогикалық мамандықтарға бізге 75 балдан жоғары жинау қажет. Ал жоғарғы оқу орындары, қалған жоғарғы оқу орындар, олар 50 балмен қабылдай береді. Ұлттық жоғарғы оқу орындар, НУ немесе ЖНПУ сияқты ұлттық жоғарғы оқу орындар бізде 65 балмен қабылдайды. Одан кейін бұл жерде ескере кететін нәрсе, әр оқу орны өзінің шекті балын өздері белгілейді.
Мысалы, мына жерде міне НУ-дың шекті балдары, Мақсұт Нарикбаев университетінің шекті балдары, СДУ-дың шекті балдары деген сияқты университеттердің 2025 жылға қойған шекті балдары. Мысалы, дене шынықтыру бойынша, егер сен 125 балл жинамасаң, НУ-ды таңдай алмайсың деп тұр. Яғни 124 алып қалса, ол автоматты түрде НУ-ды таңдай алмайды, және де базада ол оқушыға бұл университетте шықпайды. Одан кейін квоталардың тізімі. Бізде қандай квоталар бар? Өздеріңіз білетіндей, көп балалы квотасы, толық емес отбасы, және де ауыл квотасы бар, және де жаңағы қандастардың квотасы бар. Бұл квоталар туралы да мен телеграм каналыма салып қоятын боламын. Сол жақтан квоталар тізімін қарап, өзіңізге сай келетін квоталарды біліп алатын боласыздар. Бұл квоталардың тізімін мен қандай құжаттар қажет, қай квота болса, қандай құжат қажет болады, телеграм каналға салып қоямын. Сол жақтан өзіңіздің арнайы санатыңыз болса, сол квота түріне қатысты құжатыңызды жинақтайсыз. Одан кейін бізде 4 таңдауды дұрыс жасаудың жолдары. Яғни оқушылар 4 таңдауда қателеседі. Көп келетін сұрақтар бізде 4 таңдауда, мысалы, кейбір мамандықтарға мен 4 таңдау жасаймын ба, 3 таңдау жасаймын ба, 2 таңдау жеткілікті ма деп жатады. 4 таңдау бойынша бізде осы схемамен жүру қажет. Яғни ең бірінші таңдауына оқушы өзі нақты армандаған, қалаған мамандығын және университетін жазғаны дұрыс. Ал екінші таңдауға ол да жаңағы өзі қалаған балы жететін университет мен мамандығын таңдасын. Ал үшіншіге енді 90-95% түсе алады ау деген мамандығы мен университетін таңдағаны дұрыс. Ал соңғы таңдауға нақты 100% түсе алады деген мамандығы мен университетін таңдағаны дұрыс. Бұл жерде компьютер алгоритмі қалай қарастырады? Оны қазір алдағы неде айтып өтетін боламын. Егер мысалы бірінші мамандығы өзінің қалаған мамандығы, армандағы мамандық болса, бал жетіп тұрған болса, және де бұл жерде ең бірінші армандаған мамандық соңғысынан 100% түсетін мамандық. Бұл әр кезде әртүрлі болуы мүмкін. Кей кезде ол 100% түсетін бірінші таңдау болуы мүмкін. Екінші таңдау да болуы мүмкін. Ол кезде әр жылы бөлінген грант санына және де оқушылардың орташа тапсыру санына байланысты болуы мүмкін. Компьютер алгоритмі осылай жүреді, яғни біріншіге түсетін болса түсіп кетеді, ал егер оған балы жетпесе, екіншіні қарастырады, екіншіге жетпесе, үшіншіні қарастырады, үшіншіге жетпесе, төртіншісіне точно түседі деген сөз. Грант түрлері. Бізде қандай гранттар бар? Мемлекеттік грант, ол өздеріңіз білетіндей, жалпы грант, мемлекеттік грант, әкімдік грант, яғни ішкі ректор гранты деген бар, оны кейде ішкі грант, ректор грант деп те айтады. Фонд гранты бар, қосымша гранттар бұлар. Фонд гранты не мекеме гранты дегендер, бұл бізде қосымша гранттар болып табылады. Осы жерде бізде мемлекеттік грант, ақпен белгіленіп тұрған бізде мемлекеттік гранттар бұл бізде жалпы грант, яғни жалпы конкурс бойынша жүретін жалпы грант, одан кейін педквота, педагогикалық мамандықтарға бөлінетін, одан кейін нысаналы грант, серпін гранты, мед гранты, сараланған грант, бұлардың барлығы мемлекеттік грант түрлеріне жатады. Осы жерде нысаналы грант, ол бізде оның ішінде бөлінеді: батыс гранты, өңірлік грант, техникалық грант деп, одан кейін қос дипломды бағдарлама бойынша грант деп. Ал мед гранттары ол бізде жалпы конкурс бойынша жүреді, және де нысаналы гранттар бөлінеді мед грантына. Яғни медициналық мамандықтарға бөлінетін гранттар, мед гранты деп отырғанымыз. Жаңа біз айтып өткен жалпы грант ол бізде бөлінеді, оның ішінен педквота шығады және медквота. Педквота яғни педагогикалық мамандықтарға, сол педагогикалық мамандықтар бойынша бөлінетін гранттың түрі ол 21 университетке бөлінеді. Ал медквота медициналық мамандықтарға 4 университетке бөлінеді. Міне мына жерде педквота бойынша именно педагогикалық мамандықтарға бөлінетін университеттердің тізімі көрсетілген. Бұл жерде бізде қандай университеттер? Қарасаңыздар, міне Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты, Шығыс Қазақстан Аманжолов атындағы университет, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті, осы жақта міне Букетов атындағы Қарағанды университеті, оның барлығы бізде жаңағы педквота бөлінетін педагогикалық мамандықтарға арналған университеттер. Одан кейін бізде келесі техквота деген бар. Бұл атайып тұрғандай техникалық мамандықтарға бөлінетін университеттер. Бізде техникалық гранттар, техквота бөлінетін университеттер 22 университет, 29 мамандық. Техквота, яғни тех гранттар бөлінетін бізде қандай университеттер? Бұл бізде Сәкен Сейфуллин атындағы, яғни аграрка, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, орман шаруашылығы сияқты осындай техникалық мамандықтарға бөлінетін техквоталар. Техквотаның университеттері бөлінген және мамандықтары. Мына жерде міне бұл да аграрка, біреу жаңағы Алматыда, біреу Астанада деген сияқты. Есенов атындағы Каспий технологиялар инженерлік университеті, яғни бұл Ақтаудағы университет.
Одан кейін міне Букетов атындағы Қарағандыдағы университет, оның барлығы бізде осы техникалық гранттар бөлінген университеттер. Мысалы Букетов университетіне бізде электр техникасы және электроэнергетикасы мамандығына бөлінген, электр техникасы және автоматтандыру, механика және металл өңдеу, көлік техникасы, фармацевтикалық технология сынды техникалық мамандықтарға бөлінген екен. Одан кейін бізде әкімдік гранттар бар. Ол бізде қосымша грант түрі ретінде жүреді. Әкімдік гранттар бұл 2025 жылы бөлінген әкімдік гранттың түрлері. Яғни әр облыстың акиматы өз облысына жыл сайын грант бөліп отырады. Мысалы, Астана қаласының акиматы бөлген 526 грант, Шымкент қаласы 285 грант бөлген, Ақмола облысы әкімдігі 76 грант, Алматы облысы 30, Ақтөбе 38, Түркістан облысы 180, Атырау 265, Жетісу 100 грант бөлген. Міне, әр жыл сайын бізде бөлінетін әкімдік гранттар. Бұл 2025 жылғы бөлінген әкімдік гранттар. Одан кейін бізде Қазақстан халқына деген қоғамдық қордың бөлектің гранттары бар. Жыл сайын осы уақытқа дейін бізде Қазақстан халқына қоғамдық қоры білім беру гранттарын бөліп отырған. Бұл 2025-26 жылға арналған гранттары. Бұл осы қордың. Мысалы, бұл Қазақстан халқына қоғамдық қоры қай жерлерге грант бөлген екен? Мысалы, университет имени Мұхамеджан Тынышпаев атындағы университетке бөлген, Ақтөбе университеті Жұбанов университетіне бөлген, одан кейін Атырау университетіне бөлген, жаңа Мұнай-газ университетіне, Атыраудағы Халел Досмұхамедовке бөлген, Қазақстан Ресей медицина университетіне, Қазақстан Британ техникалық университеті КБТУ-ға бөлген деген сияқты міне жыл сайын бөліп отырады осы қоғамдық қор. Жоғары балл және төмен балл бойынша орташа көрсеткіштер кейбір мамандықтар бойынша. Мысалы, стоматологияда өздеріңіз білесіздер, жыл сайын грант бөлінбейді, бөлсе де тек қана Ахмет Яссауи түрік квотасы бойынша сол жақта түрік квотасымен ақысыз түрде оқуға болады. Одан кейін халықаралық қатынастар және дипломатия бойынша 129 балл, журналистика және репортер ісі 126 балл, сән дизайн 126, аударма 126, аудармасы дене шынықтыру 126, хореография 124, құқық 124, қаржы экономика банкісі бұл 123, орындаушылық өнер 122. Ал төмен балл арасынан бізде орташа балдар міне төменнен жоғары қарайық. Мысалы, 55 балмен агроинженерияға, 56 балмен материалдар өндірісі, 57 балмен көліктік ғимараттар, 57 тоқыма ісіне байланысты, 58 көлік құрылысы, 63 балмен ветеринария, 63 магистральды желілер, инфрақұрылым, 63 мал шаруашылығына, 63 балл су ресурстары, суды пайдалану, 64 балмен өсімдік шаруашылығы. Грант бөлінген топ 5 мамандық. Ол қандай мамандықтар? 2025-2026 жылы ең көп грант бөлінген топ 5 мамандық бізде осы мамандықтар. Яғни ақпараттық технологиялар, IT мамандығы. Мысалы, 2025-26 жыл 25-те 6160 грант болса, 26-да 4902. Ақпараттық қауіпсіздік, яғни кибербезопасность, ол жақта 2026 2260 грант бөлінген. 2026-да механика, металл өңдеу мамандығы бойынша 1300 грант, тау кен ісі бойынша 1301 грант, қала құрылыс бойынша 1068 грант. Байқасаңыздар, бізде осы жылы кейбір мамандықтарға көпшілігіне грант саны азайған. Жылдағыдан қарағанда, өткен жылмен салыстырғанда міне айтарлықтай азайған.